Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ықылықты кетіретін 5 әдіспен бөліспекшімін. Жалпы ықылық дегеніміз диафрагма мен қабырға аралық бұлшықеттердің жиырылуымен сипатталатын басқарусыз, яғни еріксіз процесс. Ол адамға дискомфорт туындатуы мүмкін. Сол үшін келесі әдістерді жасап көріңіз. Ең бірінші әдіс, диафрагманың үстіне қолымызды қаттырақ қойып тұрамыз. 1 минуттай тұрамыз. Екінші әдіс, демалмай тұрамыз. Шамаңыздың келгенше демалмай тұруыңызға болады. Үшінші әдіс, тіліңізді шығарып, тіліңізді қолыңызбен 1 минуттай ұстайсыз. Егер бұл әдістер көмектеспеген болса, келесі әдісті қолданыңыз. Пакетті алып, соны үрлейсіз. Бұл кезде ағзада оттегі азайып, көмірқышқыл газы көбейеді. Міне соның салдарынан диафрагманың басқарусыз жиырылуы басылады. Одан кейінгі әдіс, еңкейіп, беліңізбен еңкейіп, суды тез-тез ішесіз. Міне осы әдістерді қолданып көріңіз. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.